Ал қош келіпсіздер. Шырайлы шыңғырлау өнері соның ішінде сарқырамасымен сәнді Ақсуат еліне қош келіп жатсыздар. Бәрекелді, көп рахмет ауылдастар, ықылас ниет құрметтеріңізге. Енді осындай үлкен жобамен келіп қалып жатырмыз. Көп рахмет, сәтті күн болсын. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Дархан мырза, ауылдық клуб ендеше ауылдастарыңыз күтіп қалған шығар. Ішке кірейік. Қош келдіңіздер. Рахмет. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Өздеріңіздің жерлестеріңіз, ұлдарыңыз Дарханға бір қол дубл шапалақ беріп жіберіңіздер енді. Ал давайте. Бастайық я Дархан. Осы жерде, осы көрерменнің алдында ең алғаш осы кішкентай сахнаға шықтың, Әрине. Жалпы өнерге деген қадам осы сахнадан басталды. Бұл сахнаның жаңа айтып отырмын, орны өте ыстық. Қазір толқып тұрмыз. Алғашқы байқауға да осындай жерде қатысқан боларсыз. Міндетті түрде. Енді бүгінгі байқауда таза, әділ болуға сөз бересіздер ма? Міндетті түрде. Әрине. Қош келдіңіздер отыр. Әділғазы боламыз. Әрине. Көп. Жұта бергім келеді ауасында Алай жанға бесік болған құт неге Шыңғырлау тұр електің жағасында Шыңғырлау сәнді өлке Барма сендей жер көлке Сақтарақта олғазы Bir üzümde jüreke Çavuklarda birindik nömірі 18 Шыңғырлау ауылы Казимова Нұрсезім Абат қызы 13 жаста Нұрсезімнің реттік саны 13 Шыңғырлау ауылынан келген Сабырғали Нұрай Аманғали қызы 10 жаста. Нұрайдың реттік нөмірі 17. Серғалиева Айару Асхат қызы 10 жаста. Шыңғырлау ауылы. Айарудың реттік нөмірі 7. Абдолла Аянат Азамат қызы 9 жаста. Шыңғырлау ауылы. Аянаттың реттік нөмірі 9. Шыңғырлау ауылы. Саматова Айсана Санат қызы 8 жаста. Айсананың реттік нөмірі 11. Қарағаш ауылынан келген Тілепқалиева Айару Жасталап қызы 9 жаста. Айарудың реттік нөмірі 3. Қарағаш ауылы Тілек Нұрайым Нұрхан қызы 9 жаста. Нұрайымның реттік нөмірі 14. Қарағаш ауылы Амандәулет Фариза Азамат қызы 10 жаста. Фаризаның реттік нөмірі 8. Құсайынов Нұрали Мәлікөлі 10 жаста. Шыңғырлау ауылы.
Nuraylı'nın rеттік нөмірі 10. Зәдігер Сұлужан Қоблан қызы 14 жас, Шыңғырлау ауылы. Сұлужанның реттік нөмірі 6. Жәрден Толғанай Ернұр қызы 13 жас, Ақсуат ауылы. Толғанайдың реттік нөмірі 15. Захарина Аружан Ринат қызы 11 жас, Ақсуат ауылы. Аружанның реттік нөмірі 12. Сағынов Нұртілек Азаматұлы 11 жас, Ақсуат ауылы. Нұртілектің реттік нөмірі 4. Аман қызы Ілжу 11 жас, Ақсуат ауылы. Ілжудің реттік нөмірі 20. Арыстан қызы Амина 13 жас, Шыңғырлау ауылы. Аминаның реттік нөмірі 16. Самиқолла Рахман 9 жас, Шыңғырлау ауылы. Рахманның реттік нөмірі 19. Өнерпаздарымыз реттік нөмірі анықталды. Ассалаумағалейкум, ағайын ауылдастар. Конкурсанттарымыз сахналық киімдерін кигенше бір ауыз қош келіп айтып жіберейік. Қош келіп жатсыздар. Елдегі бұл қуаныш, елде болған мерей. Биылғы жыл жаңағы өздеріңіз білетіндей, Жамберхан Досым айтқан әкім мырза балаларды қолдау жылы, балалар жылы деп. Сол орайда енді Батыс Қазақстан облыстық мәдениет басқармасы өнердің қара шаңырағы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының және де осылай ауыл әкімдерінің мәдениет үйі қызметкерлерінің бірігіп жұмыс істеу нәтижесінде осындай талантты ауыл баласы жобасы жақында жүзеге асқан болатын. Үлкен облыстық жоба. Сол аталмыш жоба, яғни жобамыз ат басын бұрылу біздің елге, ел үшін де, жалпы осы елдің перзенті ретінде мен үшін де үлкен жетістік, үлкен мәртебе. Қатысушыларға сәттілік тілейміз. Болашақтарыңыз жарқын болсын, жұлдыздарыңыз жансыз дейміз. Бұл жерде енді менікі таңдау енді атақ қана. Қасымдағы міне әріптес ағаларым, інілерім, досым отыр. Және де сіздер барсыздар. Бірігіп таңдайық. Өнерлі балдар көп болсын. Жол жүрген бүгін, тағы да бүгін жол жүрген. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп, ел жүрем. Ауылдан суық, ауылдан туған сарттан, күймен әрлепті, бір биік жоғары шаршатқан. Kız yoluna yazdım
Өзен көл мен тауларын сүйіп орманды болашақ қаштан жолдарды өмірге бұл ғашық алғаш қадам басып отаным деп сені таныдым сен де туып өстің сен де бақыт кештің туған елім артық қадірі көлімде шөлімде көгімде самғаймын туған нұр намыстан жаратылған бабасының батырлығы қанмен бойға таратылған алатаудай алашының қаратаудай баласымын қастерлі алашымның қорғаймын бар асылым намысын қолдан бермес қазақтың баласымын елімден құрбан етпек жерінде көрмейікші зардабымен қазақты ғасырлар аңсаған азаттық деп қанша жар армандарын жүректермен қазақпын көтеріп намыс ұранын айтайын бірге туды жүргенде көңілде туған елдің төрінде қосылға оқысыңа жеңістерді жеңістерге жалған нұрлы таңға қайда жүрсем туған жерім сен есімнен шығармасам еркелеткен туған жерім аз қойсам ұнағасам мекен алтай атыраудың арасы тау бауыры өзен-көлдің жағасы жастайынан жеті атасын жаттаған сақтаған тегі мықты мен қазақтың барласы жол қолынан жыртылмаған жағасы ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы тегіп қалса тек
туған мен қазақтың баласы. Шырағымыла қанасы, бесігі байтақ даласы. Алашым деп аттанса, ешкімде келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, қолғаған. Танысаңдар мен қазақтың баласы. Қарғышым аялаған ек қосы, туған жер армысы, саған баласы. Туған жер тірегі, сен де өтті түлегі, өзіңден үнемі соғады жүрегі. Туған жерім, туған елім, ардақтағаным арманым, арманысың арман, туған елім. Асқар белім, шалқар гүлім, құшағы жайған арманым, мәңгілікке панам, өзің ғана. Алыс кетсем мен сені аңсай жүрем, сағыныштан өзіңе аңсап жүрем туған жер. Ауылымның түтін ай, қымбат маған белдер ай, күн қақпаған туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін атты зеленге, өзің келе балалау жүрегімізді қағадан. Туған жер өзің дегенде жүремін атты зеленге, өзің
байқауымызда өз мәресіне жетті. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар демекші, міне, өнер жолына бүгіннен бастап жолдама алғалы тұрған жас өрендерді марапаттау үшін қазылар алқасының мүшесі Кайса Кабибуллаұлы Искаков шақырамыз. Ал енді құрметті ауылдастар, жерлестер, міне бүгінгі өздеріңізге белгілі көптен күткен осындай бір ауылда шара ұйымдастырады деп көптен балалар осы дайындалып жатыр. Оны енді өздеріңізге белгілі. Міне талантты ауыл баласы деген тақырыпта бүгін өз мәресіне жетті. Бұл енді облыстық өздерің біліп отырсыңдар байқау, филармониядан келіп отқан мына азамат жігіттеріміз бар. Міне ініміз Дархан Тұрғанбекұлы бастауымен осындай шара өтіп жатыр. Ауылымызда өте бір керемет шара өткізді деп ойдамыз. Еңбектерге жеміс тілейміз енді келген азаматтарға. Осындай тек шара бола берсін. Балаларымыз елбасының биыл жолдауындағы осы тақырыпқа жыл бойы балалар жыл дейді, берсең балаға бер дейді. Балалар осы біздің болашағымыз. Өнерлі болсын, өсе беріңдер балалар, өнерлі болыңдар. Балалар жылы 2022 жыл аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауыл ішілік байқауында дала дауысы аталымымен Сергалиева Аяру марапатталады. Шыңғырлау ауданы. Балалар жылы 2022 жыл аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауыл ішілік байқауында сахна сәні аталымымен Саматова Айсана марапатталады. Шыңғырлау ауданы. Ақшалай сыйлық. Балалар жылы 2022 жыл аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауыл ішілік байқауында сахна сәні аталымымен Захарина Аружан Ақсуат ауылы марапатталады. Балалар жылы 2022 жыл аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауыл ішілік байқауында қоңыр дауыс аталымымен Құсайынов Нұрәлі Шыңғырлау ауданы марапатталады. Ақшалай сыйлық. Балалар жылы 2022 жыл аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауыл ішілік байқауында дала дауысы аталымымен Задыгер Служан марапатталады. Шыңғырлау ауданы. Марапаттау үшін ортаға Абақова Айбекті Астанбекұлы шақырылады. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, құрметті ағалар, апалар. Баршаңызды көргенімізге өте қуанышымыз. Бүгін мінекей Ақсуат ауылында керемет шара өтіп жатыр. Биылғы жыл өздеріңіз білетіндей балалар жылы. Осыған орай аудан көлемінде көптеген шаралар өтіп жатыр. Сондай бір керемет шаралардың бірі облыстық Ғарифолла Құрманғалиев филармониясының бастамасымен талантты ауыл баласы жобасы басталған болатын. Бүгін біздің елде Ақсуат елінде өтіп жатыр. Осы елге келіп кереметтей шара өткізіп жатқан Дархан мырзаға, Берік мырзаға, Олжас мырзаға және де Сұлтан мырзаға бір қосып қойыңыздар. Және де ерекше алғыс айтып келеді осы ауыл тұрғындарына, ауылдың азаматтарына, бүгін біздің балаларымыздың барлығына бөліп жармай кереметтей ақшалай сыйлық жүлде дайындаған екен. Сондықтан осы елдің азаматтарына қосып қойып, Ақсуаттың жігіттеріне осы шараны әдемі қылып бірге ұйымдастырып жатқан өзімнің әріптестеріме, осы ауылдық клубтың меңгерушісі Ғайса ағамызға және де ең үлкен алғыс, таңғы сағат 5-тен бастап тұрып алып, нәр татпай осы сахнада кішкентай болса да өздерінің өнерлерін көрсетіп, ерекше сізбен тамаша көңіл күй сыйлаған осы Шыңғыраудың балақайларына қосып қай-қайсы да жүлдеге лайықты. Бүгінгі алған жүлделеріңіз баршаңызға құтты болсын. Балалар жылы 2022 аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауыл ішілік байқауында сахна сәні аталымымен Самиғұлы Рахман Шыңғырлау ауылы.
сөзі мәтінде бүгін енді Ақсуаттан өнерпаздар керемет. Осы елде өтіп жатқаннан кейін Ақсуаттың балдары қатыспауы мүмкін емес. Сондай бір кереметтей Ақсуат дауысы дейтін тамаша аталымға ие болған Жәрдем Толғанай қыздарымыз. Ақсуат. Саласында ел іші өнер келішіне бекер айтпайды. Осынау Қарағаштық өзіміздің өнердегі ағамыз болған алғаш сахнаға шығуымызға өзінен үлкен үлесін тигізген кереметтей Сайын ағамызды барлығы жақсы біледі. Бекенияз Сайын ағамыз қазір өмірден өтіп кетті, бірақ дегенмен де артында қаншама із қалдырды, қаншама балаларды сахнаға тәрбиеледі. Осынау кереметтей жүлдеде біздің Дархан ағамызды, Сайын ағамызды елеп ескеріп керемет Сайын Бекениязов атындағы жүлде деп дайындаған екен. Осынау жүлдеге ие болған Сайын Бекениязов атындағы арнайы жүлдемен Тілек Нұрайым Қарағаш ауылы марапатталады. Енді әрбір сахнада нағыдай біреуі шауып тұрады, біреуі құттай сүрініп тұрады, бірақ дегенмен де сізбен бірге ерекше көлігі сыйлаған бір ерекше баламыз бар. Балдардың барлығы да ерекше, бірақ өзі бір ерекшелігімен тұрысы да бөлек, жүрісі де бөлек, сахнада өзін ұстауы да бөлек. Манадан бері бізге әдемі көлігі сыйлаған батырлар ұраны еркін жігіттер деп тамаша ән шырқаған осы Ақсуаттың жігіті көрермен көзайымы аталыммен Сағын Нұртілек марапатталады. Жүлделі 3-ші орынды марапаттау үшін ордаға Абдулиев Берік Берікқалиев шақырамыз. Дипломанттар тағы. Өтеп мырза. Жақсы, ауылда бәрді құрметті ауылдастар, енді біріншіден облыстық осындай байқаудың біздің Ақсуат ауылында өткеніне өте қуаныштымын. Бүкіл ауыл қуанышты деп ойлаймын, өйткені осындай ауа райының несіне қарамай, ыстығына қарамай барлығыңыз келіп қолдап жатсыңыздар, сіздерге көп рахмет. Және осы байқауды ұйымдастыруға атсалысқан Арифолла Құрманғалиев атындағы филармонияның ұжымын бастап келген Олжас бауырымызға және Шыңғылау мәдениет демалыс орталығынан келген Айбек бауырымызға үлкен ауыл азаматтарының, ауыл тұрғындарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді жаңа айтып кеттім, бізге үлкен мәртебе мұндай шараның өтуі, өйткені біздің қатысқан ауылдың өнерпаздары бар, кішкентай бүлдіршіндеріміз бар, көріп жатқан оларға үлкен мотивация, шығармашылық, бір талпынысқа алып келетін үлкен шара болды деп есептейміз. Енді мынаған берілген марапаттау дипломанттар дейді, бұл енді орындармен бірдей, бірақ та енді әділқазылардың шешімімен осылай лайықты деп шешкен екен. Алға жылы 2022 аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауылшылық байқауында дипломант атағымен Сабырғали Нұрай Шыңғылау марапатталады. Осындай дипломант атағымен Төреғалиева Гүлнұр Ақтау ауылы марапатталады. Осындай дипломант атағымен Тілепқалиева Айару Қарағаш ауылы марапатталады. Және де тағы да дипломант атағымен Қабдулла Аянат Шыңғылау. Бәрекелді, ассалаумағалейкум, қайырлы күн ауылдастар. Бүгінгі мінекей сәтті күн өтті деп мен өзім ойлаймын. Енді мынау балдар бәріне лайықты, жеңіліс те болады. Мына енді бүгінгі балдарымызға рахмет, атауларымызға рахмет. Ендеше алғашқы ұйымдастырып жатқан бүгінгі Ғарифолла Құрманғалиев атындағы ұжымға, Дархан бастаған, Олжас бастаған бүгінгі топқа көп рахмет. Қошемет соғып қойыңыз, құрметті ағайындар.
және Айбек бастаған топ бар, бізде де ағамыз бар. Көп рахмет, Алланың жолын деңгелендірсе. Бұл енді, мынау Қарағашта әрдайым боламыз. Сіздер патриотсыңдар, бағана айттық қой. Осы өздері спонсор болып көтеріп жатсыңдар. Көп рахмет. Бұл енді осы шараны шыңғырлауда жасауға болатын еді ғой. Оған 50 адам қатыса ма, 100 адам қатыса ма. Бүгін мына Дархан бауырым, өнерде де, өмірде жүрген досым, патриот екенін білдіріп жатыр. Бір тұрып қойшы орнына, шапалақ ұрып қояйықшы. Айтады, болса елде болсын деп жатыр. Қатысатын адам елге келсін деп жатыр, құрметті ағайындар. Осы еліміз аман болғай, осы бүлдіршіндеріміз тек биік шыңнан көріне берсін деген келеді. Ендеше маған 3-ші орын марапат келіп тұр. Мынау бүлдіршіндердің бәрін марапаттамадық. Ешкімді бүлген жоқпыз. Конверттің іші пустой емес, ішінде бар. Үйге барғасын ашып қарарсыңдар. Енді біз 10-шы тағы да басқа сыйлықтар алып беруге болады ғой. Бірақ енді біз сөйтіп ойлардық, ақшалай сый-сияпат өздері балдар қалаған өздерін алар деген ниеттеміз. Енді балдарға көп рахмет. Алда алар асуларын көп болғай. Мынау енді күн ұсыда осындай қазақтың киімін киіп тұру оңай емес. Бір қошеметтеп қойшы. Ал диплом 3-ші орын балалар жылы аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауылішілік байқауының жеңімпазы атанған Арстан қызы Амина ортаға шақырайық кәлемей. Бар ма? Дәл осындай мәтінде дипломант 3-ші орын иеленген Имаш Инабат. Бар ма ортаға шақырайық? Дәл осындай мәтінде 3-ші орынға ие болған Аман Дәулет Фариза. Бар ма? Баршамызға рахмет. Енді ауылға тағы да патриот азаматтар болса, атшабыс ұйымдастырып, тағы да бір жақсы осындай бір жиындарға жиыла берейік, құрметті ағайындар. Көп рахмет баршамызға. Жүлделі 3-ші орындарға қошеметтеріңіз. 2-ші орында марапаттау үшін Қарағаш ауылдық округінің әкімі Мерхан Манасұлы Жұмиев шақырылады. Құрметті ауылдастар, байқауға қатысушылар бәрі де сәтті де өтті деп ойлаймын. 2-ші орын диплом балалар жылы 2022 жылы аясында өткен облыстық талантты ауыл баласы жобасының ауылішілік байқауына жеңімпаз атанғаны үшін 2-ші орын Қазимова Нұрсезім. Орында екеу тағы осы мәтінде Сайын Гаухар Алматы ауылы. Жүлделі 1-ші орын және де бас жүлдені марапаттау үшін ортаға Дархан Тұрғанбекұлы Құлбабаев шақырылады. Біргелді ассалаумағалейкум ағайындар. Баршаңызға тағы да көп рахмет. Ауа райының осындай қолайсыз ыстық болғанына қарамастан бастан аяғына дейін елде болып жатқан бір қуаныш қой, елде болып жатқан той ғой деп. Ықылас ниет құрметтеріңізге рахмет. Күн ыстықта көп созып уақыт алмай 1-ші орынды марапаттайын. Талантты ауыл баласы 2022 Ақсуат ауылы 1-ші орын. Кімдер қалды? 1-ші орын әжесінің қызы Үнжу. Үнжу аман қызы.
ұшу құтты болсын, болашағың жарқын болсын. Үлкен жұлдыз бол. Ал енді ағайындар, бұл өнер болғаннан кейін, дода болғаннан кейін бізге талап сондай, шарт сондай, бір ғана өнерпазды әкелу. Маған салса барлығын алып кетуге болатын еді. Талантты ауыл баласы 2022 бас жүлде. Өздеріңізді жобалап беріп отырған боласыздар. Омарғалиева Мейрамгүл, Ащысай ауылы. Ақшалай сыйлық, және де сертификат жолдама. Орал қаласына жолдама. Қошеметтеріңіз. Балаларды шын жүректен жеңістерімен құттықтаймыз. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония ақпарат бөлімінің басшысы, жоба жетекшісі Олжас Етімовке сөз беріледі. Енді құрметті ауыл тұрғындары, құрметті өнерсүйер ағайын, құрметті балдырғандар, шынымен мына биыл президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың осы тапсыруымен елімізде балалар жылы аясында не жасап жатыр деген әңгіме болатын болса, қазір облыс деңгейінің өзінде атқарылып жатқан шаралар аз. Шынымен балалар жылы аясында соның мына ең бір алғашы болып Батыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасы Ғарифолла Құрманғалиев облыстық филармониясы ұсыныс білдіргенде өзіміздің филармония әртістерінің барлығы қолдап өзінің ауылдарында осы жобаны өткізіп жатқаны, соның ішінде Дархан мырза, сіздің осы аудандық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі осынау алақандай ауылда өткізіп жатқаны ауылдастарың үшін де, өзің үшін де мәртебе. Бір қол шапалақ, бір қол шапалақ. Енді көп рахмет. Жаңағыдай рахмет айтуға жалықпаймыз. Шыңғырлау аудандық мәдениет үйіне бөлімі басшылары, жаңағы әріптестерім, барлықтарыңызға көп рахмет. Елдің жігіттері рахмет. Жаңағы Ерхан Манасұлы бастаған Берік аға, жалпы мына Дархан аға, өзіңіздің достарыңыз, ұйымшыл екендеріңізді көрсеттіңіз. Ауылдың жігіттері, елдің жігіттері кәдімгідей елді осылай қолдады. Әрине, Қайса ағамыз осынау елші өнерге кенші дейді. Осынау Дархан ағамыздай ұлды былай қалғанда тәрбиелеп, ұстаздық еткен ағасыз аман жүріңіз әркер. 100-ге жетіңіз, жаңағыдай осы мәдениет саласында еңбегіңіз еленіп, осылай қонақ қарсылап, үлкен деңгейде пенсияға шығыңыз. Көп рахмет сіздерге. Аман сау болайық. Барлық марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз.